шырақ берер нысана, көңіліңе қуат берер нысана, аспаныңда аласартпай мәңгілік, іздегенге мұрат берер нысана. Білімнің қайнар бұлағынан нәр алу, асыл мұрасын ұрпағына табыстауды мұрат еткен, ұлт зиялыларының парасатты пайымы. Нысана бағдарламасында. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Бүгінгі студиямыздың қонағы белгілі этнолог, мәдениеттанушы Серік Ерғали. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Бүгін өзіңізбен сондай бір жақсы тақырыпты талқылайық деп отырмыз. Наурызды жаңаша жаңғырту деп атадық аға. Наурыз мейрамының мәнін мифтік ұғымдармен байланыстырып қараймыз. Сіз нау мен ырыс деп аталатын еңбегіңізде наурызды парсының не түркінің мерекесі деп қарастыруға болмайтынын айтасыз. Қандай негізге сүйеніп отырсыз? Себебі наурыз тақырыбы жалпы парсы, түркі халықтары пайда болғанға дейін болған дүниелер. Жаңа өзіңіз айтқандай мифті алатын болсақ, бұл мынау күн мен түннің теңелісі немесе жарық пен түнектің тайталасы бұл ежелгі өркениеттерде пайдаланылған, тіпті тойланған, мерекеленген шумерлер де сол күн мен түннің теңелісін қарастырады. Оның ар жағында Египетте де бар ол. Тіпті бізден кетті делінетін Америкадағы, мен үндейлер деймін, үндейтістер. Оларда айдың және күннің пирамидалары бар. Демек, олар оны бекерден бекер қойған жоқ. Яғни күн мен түннің теңелісін, олардың тайталасын адамзат ежелден бері бақылап, оны біліп келген. Және соған сәйкес оны мерекеледі деп айтпаймыз. Ол мереке емес, ол әуелде бұл ритуал, жоралғы, ғұрып болған. Яғни көктің бір құдіретіне, көктегі мына аспандағы планеталардың, жұлдыздардың арақатынасына байланысты олар бір үлкен ілімнің бар екенін білген. Соған байланысты өздерінің ғұрыптарын жасаған. Ал қазіргі соңғы 20-шы ғасырдағы, 19-шы ғасырдағы ұрпақ адамзат оның бәрін мерекеге айналдырып жіберді. Көрдіңіз бе? Ол кезде мүлдем басқа көзқарас болған деп есептеймін. Ал енді мерекеге айналдырып жіберді дедіңіз, иә? Бірақ біз сол ғұрыпты, салтты, дәстүр деп қабылдап, мейрам ретінде қабылдап жатқан жоқпыз ба? Бұндағы ғұрыптың мәні дұрыс қой. Енді бүгінгі мынау адамзаттың қазіргі қоғамы мерекеге айналдырады. Мерекенің әр жағында миф тұрады. Біз аңыз, әпсана тұрады кез келген мерекенің әр жағында оның тарихы болады. Соған сәйкес оның атрибуттары бәрі қалыптасады да, сосын міне соңғы ғасырларда ол мерекеге айналып жатыр. Әйтпесе ол қабылданбайды да адамдарға. Яғни бұның бастау бұлағы соны ғұрыптан, өте ежелгі мифологиялық сана кезінде пайда болған. Мифологиялық сана кезінде, иә. Аға, сіз мына нау мен ырыс деп аталатын еңбекті жазған кезде, алғаш жазар алдында қандай идея, ой түрткі болды бұл еңбекті қолға алуға? Және сіз бұл еңбекті өзі зерттеп жазғаныңызға да міне 25 жылдай уақыт болып қалыпты, иә? Мен 2000-ші жылы, 2001 жылы ма, мәдениет жылы болды ғой. Ол 2000-ші жылдардан бастап бұл кітап жазам деген ойымда болған жоқ. Наурыз зерттейім деген ойымда болған жоқ. Бұл мына 88-ші жылы Колвин келгенде, енді мынау біздің элита бар, саяси элита, мәдени элиталар дәлелдеп Колвиннің алдында наурызды мерекелеуді ресми қалпына келтірді ғой. Бұл 1926 жылдан кейінгі қалпына келген 88 жылы. Оған дейін енді Алашорда қайраткерлері көтерген, содан кейін Тұрар Рысқұлов өзінің халық комиссарлар несінде Түркістанда басқарған кезде. Сол кезде қаулы шығарып, наурыз мейрамын сол кезде Тұрар Рысқұлов бастаған ресми түрде. Содан кейін 26 жылы бұның түркілерді біріктіріп жіберетін үлкен фактор ретінде біліп, оны жауаптырып тастаған. Ресми түрде жапқан мен халық ешқашан қойған емес бұны. Әсіресе батыс өңірде, оңтүстік өңірде бұл тойланып келді халық арасында. Бірақ та бұл мысалға мен туып өскен батыста бұл 14 наурызда басталатын.
амал келді, жыл келді деп бастайды. Біздер таңертең ерте тұрып үлкен кісілерге, айналаға, күнде көріп жүрген кісілерге барып көрісіп сәлемдесетінбіз. Бірақ мен ойлайтын, бұл бала кезімізде таңғалатынбыз, жақсы екен деп. Бертін келе 88 жылы жаңағы Мұхтар Шаханов ағаларымыз бар. Сосын енді оларды қолдап іске асырған Өзбекәлі Жәнібеков секілді қайраткерлер, мемлекет қайраткерлері 21-22-сіне күн мен түннің теңелісі деп сондай желеу жасап, ғылыми дәйек жасап, солай енгізді ғой. Сөйтті де 14-індегі халықтың мерекелеп келген Наурызы 21-22-сіне ауысып кетті. Түсініңіз бе? Осы жерде бір қайшылық болды. Сосын ресми түрде 21-22-сіне мерекелеп жатырмыз, ал біздің ауыл әлде 14-не жаңағы көжесін ашып бастайды да. Сосын бұл неге екен деп, мен бұл жерде қандай нәрсе берді бастадым. Өстіп зерттеу осыдан басталды. Зерттеу осы жерден басталды, Жаңа біз Наурыздың парсы не түркінің мерекесі емес деп қарауға не түрткі болды дедіңіз? Қандай ой түрткі болды? Бұл жерде енді біреу бұл енді былай қарағанда парсы тілді әдебиетте, парсы тілді мына ғылымда дейміз ба, таразының басы парсыға көбірек тартатын рас. Наурызнама Бируни жазды, Омар Хайям жазды. Омар Хайямның өзі математик, астроном. Сол кезде күнтізбені қайтадан ол қалпына келтірді. Бірақ енді көп зерттеушілер қазір бұл кісілердің барлығының әр жағында түркілер екенін де айтып қояды. Мәселе оның заттарында емес, ол кісілердің сол парсы қоғамында, қауымында бір Наурыз ғана аталып өткен секілді, біз солардың бер жағында соларға еліктеп бір мерекелеген сықылдымыз да, былай қарасаңыз. Ал енді бірақ та бұның тамыры тереңде ғой. Мысалға Омар Хайям Наурызнаманы жазғанда сонау Жамшет деген патша туралы жазады да, ол адамзатқа ең алғашқы өркениетті алып келген тұлға деп келтіреді да. Ол енді онысын Бируниден алады, Бируни алады да, оның ар жағында Авестиден тартады бұл кісілер. Түсіндіңіз ба? Ал Жамшет деген патшаның кейпі ол Иимма деген Авестидағы Иимма деген патша. Енді бұны парсы деуге де болмайды, енді Наурызды түрктікі де дей алмайсыз. Бірақ әдеби жинақтарда, әдеби мұрада парсыларға тартқанмен, ал мына этнографияда халықпен біздің түркілерге көбірек кетіп тұр да. Ал енді қай халық, қарапайым халық пайдаланса, тұтынса, онда сол халықтікі деген сөз дегенді мен айтқым келеді. Ал ана әдебиетті, daстанды жаздыру, ол биліктің қолында, ол кез келген уақытта жаздыра беру мүмкін. Сол жағынан қарасақ түркінікі. Ал енді бұны мен 11-ші жылы мына кітабым шыққан кезде мен оған дайын болған жоқпын. Парсынікі, түркінікі дей алған жоқпын. Себебі екеуінде тең-бетең болып тұрды да. Енді жаңағы ең алатын болсақ, Наурызнамадағы басты тұлға Жамшетпен, оны біресе жам дейді, жәм дейді, шет деген парсының жұрнағы. Енді Авестидағы Иимма деген патша, екеуі былай айтқанда бір тұлға болатын болса, екеуінің атауы да мен туған жердегі Жем деген сөздің атында тұр. Бір қызық жері. Жем және оны Эмба деп атайды. Эмбаңыз Иимма, жеміңіз сол Жамшеттің аты. Біздің ауылда Шәмші көп, Жәмші көп атаулар. Соған қарағанда сол маңда білмеймін, бір ерекше Наурызға қатысты бір тарихтар болды ма екен. Әлде шынында да анау Заратуштра атамыз осы даладан кетіп әлгі дінін парсыларға апарған кезде сонымен бірге осы Наурыздың құндылығын ала барған болуы да ғажап емес. Содан парсылар алып, сонымен бірге барған жаңағы мифті, аңызды сөйтіп жаңағы ауыздан ауызға алып келіп, соңында Наурызнама болып шыққан болу керек. Бірақ бұның барлығы ғылым деп айтып келтіре алмайсыз, оны дәлелдеу керек. Сондықтан парсынікі, түркінікі дей алмайсыз. Бірақ та қазіргі әңгіме барысында айтамыз, біздің халқымызға қатысты бұның сіңісіп кеткен үлкен құндылық екеніне көзім жетті. Жақсы. Енді бұл тақырыпта ғылыми тұрғыдан қарастырып отырған мәселені нақтыласақ, Наурыз мейрамының теологиялық мәнін қалай аштыңыз? Енді теологиялық деп айтқанда бұл діни емес негізінде. Бұл аса ежелгі адамзаттың ілімі. Оны енді қазір тәңірлік деп айтуға болар ма екен,
әйтеу аса ежелгі діндерге дейінгі тарихқа дейінгі дейді ғой, доисторический дейді. Сол дәуірде қалыптасқан дүниелер бұлар. Бұл жағынан қарасаңыз, кешегі Маркс Энгельстің диалектикасынан бұрын шығып тұрған диалектика. Бұл жарық пен түнектің қайшылығы, антиподтардың, білдіңіз ба, жақсылық пен жамандықтың, ластық пен тазалықтың, соның барлығы ылғида осы екі қарама қайшылықтардың бірігуі дейді ғой. Сол осы наурызда тұр да. Сондықтан бұны теологиялық дегеннен көрі бұл аса ежелгі философиялық та деуге де болады. Бұның барлық ілімдерінің жиынтығы. Осыдан бәрі басын алып жатыр да, қызық жері. Осы көзқарастан, осы дүниетанымнан. Яғни бұл аспаннан түсіп тұр ғой. Аспандағы құбылыстарға планеталардың қозғалысына байланысты, уақыттың жаңаруы, барлығы соған байланысты болып тұр. Яғни мен қазір соңғы кезде біздің халқымыздың жалпы құндылықтарды, танымдарды аспаннан алғанына көзім жетіп отыр да. Аспаннан алып, соны қарапайым адамзат деңгейінде жаңағы этнологиялық, этнографиялық бір құндылықтарға айналдырып жіберген. Жай ғана былай қарағанда. Түбі көкте жатыр. Бұны енді біздің осы қазақы танымды зерттеген ғалымдардың да өзінің мысалдарында айтады ғой, болжап күннің батып бара жатқанын, жаңа намаз уақытының басталғанын, сол не арқылы, ауа райы арқылы, жаңағы күні кешеге дейін ауа райын солай болжаған деп айтады. Жақсы, енді бұны әлі де нақты бір мысалдармен зерттеп түсіндіру керек. Енді мынау Омар Хайямның Наурызнама еңбегінен бастап, наурыз тарихы біршама зерттеулерде бар. Сіз зерттеген тұжырымдаманың қайшылығы неде бұл жерде? Енді бұл жерде қайшылық біздің идеологиядан шығып тұр ғой. Парсыдікі дейміз, түркінікі дейміз, ал ол оған бағынбайтын құндылық қой. Сондықтан бұны сосын мына қайшылық қазір соңы діни көзқарасқа байланысты қайшылық туындап отыр. Бұл деген жаңағы исламға қарсы, басқаға қарсы деп. Шынтуайтына келгенде бұл исламның өзі де диалектикадан тұрады ғой. Жақсының не екенін, жаманның не екенін айтады да, кәпірдің кім екенін, басқаның кім екенін айтып отырады. Бұл да сондай. Жарық пен кәдімгі түнектің, жақсылық пен жамандықтың шарпысын ашып отырған дүние. Сондықтан бұл жерде діндер басын осының философиясынан алды ма деген менде ой бар. Көп діни көзқарастар былай қарағанда. Бір-біріне жинақталады да, адамзат әркім өзіне тиесілі қауым солай алып кете береді. Жалпы қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы осы діннен алынған деп те пайым жасайды ғой ғалымдар. Салт дәстүр діннен алынбайды менің көзқарасымда. Салт дәстүр ілімнен алынады. Ілім ғұрыпқа айналады, ғұрып содан кейін жоралғы болып келеді, дәстүр болып сіңіп сол қалады солай болып. Әр жағында ілім тұрады. Ілім мифологиялық санаға негізделген ілімдер. Оны шеше білу керек. Қазір мифологиялық білімдер дүниежүзінде ең аса қадірлі болып есептеледі, құнды болып есептеледі. Біздің топырағымызда енді жастай кеткен, 37 жасында кеткен Серікбол Қондыбай бұл ғылымның парағын жақсылап тұрып ашып, іргетасын қойып кетті. Әрине оған дейін де мифтанушылар болды, ал Серікболдың кірісі мүлдем бөлек етті. Наурыздың тәңірлік дүниетанымына байланысты не айтасыз? Мысалы, сіз еңбекте наурыздың танымдық тиегі дуализм дейсіз. Бұл ұғымның мәні неде? Дуализм дегенде, ду деген екі дегенді қос нәрсе ғой, бір-біріне қарама қайшы. Қазіргі философияда қарама қайшылықтардың тұтасуы деген бар. Деген көзқарас сөз бар да. Бұл енді мысалға мына Қытайдағы инь-ян деген де бір-біріне қарама қарсы, біреу аталық, біреу аналық негіз ғой. Екеуі бірақ бірін-бірінсіз күн көре алмайды. Екеуі біріккен кезде бір дөңгелек тұтастық пайда болады. Көрдіңіз бе? Наурыз да сондай. Наурыз бірыңғай жаңағы мына күн мен түннің шарпысы емес, бұл теңелуі. Теңелуі деген сөз жаңағы екі негіздің бірін-бірі толықтырып, бір тұтасуы дегенді білдіреді. Дуализм осы жерден шығады. Біздің қазақ халқы өзінің танымында, көзқарасында ешқашан еш нәрсені бір-біріне қарама қарсы қоймаған, тұтас қараған.
Сондықтан біздің мінезіміз сабырлы, байсалды болып келетіні содан. Тек соңғы мына 70-80 жылдағы совет үкіметі біздің психологиямызды өзгертті да, шыдамсыздық содан пайда болды. Негізінде кез келген нәрсенің екі жағы бар екенін біздің халқымыз әуелден сіңірген. Сол екі жақты тұтас қарау осы наурызда тиегі сонда жатыр. Күн мен түннің теңелуі, ол мына былай қарағанда уақыттың бастамасы, уақыттың басталуы қайтадан. Біздің халқымызда мәңгілік дегенді циклмен, мүшелмен есептейді. Яғни туған нәрсе өлу керек, қайтадан туу керек. Реинкарнация деген содан шығады. Яғни мәңгілік дегеніңіз туу, өлу, қайтадан туу, өлу, осылай келеді. Яғни циклдық. Тұтасымен мәңгілік жоқ. Міне біздің мына наурызымыз жылдың туу күні. Яғни оны қазіргіше жаңа жыл дейміз. Жыл туады, сосын бір жыл 12 айдан кейін өледі. Қаңтар деген айды Мұхтар Мағауин ағамыз кешегі бір сұхбатында ақпан мен қаңтардың алмасып кеткен орындар дейді. Өте дұрыс айтады. Қысқы айдың, 3 айдың соңғы айы қаңтар болу керек. Қаңтар деген жылдың өлімі деген сөз. Қаңтарлады, тоқтайды. Көрдіңіз бе? Содан кейін қайттан наурыз тудырады. Наурызда кеңістік жаңарады. Бұдан басқа, наурыздан басқа жылда тағы 3 мезгіл бар. Тағы да күзде теңесіп, күн мен түн, көктемде теңесіп тұр. Сосын жазда ең ұзақ күн болады, қыста ең ұзақ түн болады. Осы төртеуін де біздің ата-бабамыз білген түркілер. Парсыларды білмеймін, оларда тек қана наурыз ғана бар. Мен кеше осыдан наурыздан кейін зерттегенде тағы да 3 мереке, 3 циклды таптым, 3 жылдың тағы да. Нартуған дегеніміз қысқы күннің ең ұзақ түні, онда күн өледі деп есептеген. 3 күннен кейін қайта туады деп есептейді. Сол 25 желтоқсанға келіп тұр да, ол Иса пайғамбардың туған күніне айналып кетті. Рождество, нартуған бәрі бір сөз. Бір мәні бір. Көрдіңіз бе? Ал сол сияқты сол төртеуіне сәйкес 4 мереке болып тұр да. Наурыз жылдың басы, жылдың тууы, жазда маусым айында 21-інде Сақа ағайындар, якуттар өздерінің жаңа жылын атап өтеді. Ол кезде бізде Сабатой деген мереке болған. Шубаштарда өзінің Акатой деген мерекесі бар. Соқатой дейді. Бірақ күннің жаңағы ең ұзақ күн атап өткен. Сол кезде арнайы ғұрыптар жасалған. Сол секілді күзде де сондай болған. Яғни біздің шаңырақтың 4 күлтіреуішінің секілді жылда 4 мезгіл бар. Көктемде күн туады, жазда өсе бастайды, күзде ең шегіне жетіп кемелденеді, қыста әбден қартайып өледі. Абай атамыз кәрі құдан қыс келіп әлек салды деп қысты солай айтқан. Көрдіңіз ба? Бірнеше мың жылдық таным Абайғамен келіп, ешқандай үзілмей келіп, Абайдан тағы да өзіне жарқырап өзінің портретін алып тұр. Енді 4 мезгілге қатысты айта салайын. 4 стихия бар, 4 дүлей деп атайым. Көктемде судың дүлейі патшалық құрады, 3 ай бойы, наурыздан басталады. Аласапыран деген кезең сол болады. Дүниенің барлығы суға айналады. Топырақта, қарда бәрі су басады жердің бетін. Жазда от дүлейі. Ол мына маусым айы отамалы деп аталған екен. Бұны Мыңбай Ысқақов ағамыз Халық календар деген кітабында жазады. Ол маусым деген сөз дұрыс емес дейді. Ол отамалы дейді. Маусым деген айдың атауы жоқ дейді тіпті. Қазір маусым деп атап жүрміз. Отамалы дегеніңіз от стихиясының 3 айының басы. 90 күн. Әр мезгіл 90-нан тұрады. 4-90. 360 күн шығып тұр. 5-еу 5 қонақ болып тұр да бізде. Сөйтеді да Сабатой дегеніңіз, саба дегеніңіз белгілі, ол қымыздың ыдысы. Яғни қымыздың да от. Шамал ішіп алсаңыз қызасыз, көрдіңіз бе? Жазда адамнан бастап құрт құмырсқаға дейін бәрі отты, қоректі жинайды өзінің бойына. Яғни қуат алады, энергия алады, қазіргіше айтқанда. Көктемде, күзде соның барлығы топыраққа айналады. Білдіңіз бе? Тіпті қойдың жүніне дейін күзеледі. Топырақ түседі, жапырақ, топыраққа айналады. Ал семірген сиыр күздікке айналады мысалға. Көрдіңіз бе? Қыста келеді да
енді жыл бірте-бірте өсіп кемелденіп келе жатыр. Қыста енді көктемде төлемей ма мал? Мал көктемде мал төлемейді, төлдейді. Төлдейді. Ал енді қысқа келген кезде желтоқсан айынан басталады қыс. Неге? Ауа стихиясы. Көрдіңіз ба? Ауа. Осының барлығы бұрын болған, бұның барлығы біздің мына танымдарда бүркеулі жатыр. Бұлай ашық айтылмай келді. Соның бәрін зерттеу арқылы шығарып, орын-орнына қойған кезде үлкен картина шығады. Сонда біздің танымдық деңгейін қараңыз. Көрдіңіз ба? Сондықтан нартуғанда неде жаңағы күн өліп 3 күннен кейін тірілген кезде күн жаңарады. Жаңа күн деген сол нартуған. Оны парсылар шамасы шатастырып наурызға айналдырып жіберген. Нов жаңа, руз күн деп жүргені сол олардың. Ал қазақ олай демеген. Жаңа күн. Жаңа күн емес, наурыз. Иә, наурыз. Нау дегеніңіз, науша деген сөз бар. Ол балаң, жас дегенді білдіреді. Ырыс. Көрдіңіз ба? Нау ырыс, жас, игілік, жас ырыс. Свежий, благоденствие деген сөз. Орысша айтқанда. Жақсы. Енді мынау наурыздың жаңа идеология. Содан мен кітабым атауы шығып кетті ғой, нау мен ырыс деп. Енді олай этногенезін айту дұрыс емес шығар, бірақ шамамен солай. Егер бәрін жинақтаған кезде наурыздың келбеті нау мен ырысқа келіп тіреліп тұр. Көрдіңіз ба? Мынау осы еңбекте наурыздың идеологиялық және космогониялық танымын зерделеп, мынау 3 санаттан тұратын 3 тұғырға негізделген болмысын жоғалтқан деп айтасыз. Иә, бұл пайымның айтары не? Бұл қызық. Мен наурызды зерттей келе мынадай 3 принципке негізделген дүние екенін білдім. Дәм, үн, өң. Өң дегеніміз түс, бояу ғой. Енді қызық жері осының барлығы наурызда бар да. Және оны 7 дәм, 7 үн, 7 өңмен өрнектеген. Мына 7 дәміңіз ол наурыз көже. Иә? Үніңіз, 7 үніңіз жетіген әрбірден соң. Бізде жетіген деген аспап бар мысалға, иә? Немесе оны хор деп айтуға адамдардың жиналып. Мысалға 7 бояуыңыз ол құрақ көрпе. Аналарымыз, әжелеріміз наурыз келгенде барлығын жайып салған, сырмақты, бүкіл бояуды сыртқа шығарған, жайып қойған. Қызық жері, мына Индияда, Үндістанда наурызды бояу күні деп атап өтеді. Холи дейді, холи мейрамы дейді. Олар бояу шашады. Сонда наурыздың бір бұты ғана қалып тұр оларда. Бізде бәрі тұр. Бәрі орында тұр. Наурыз көжеңізде тұр, жетігеніңізде тұр, әлгі құрақ көрпеңізде тұр. 7 деген жетілу, кемелдену. Көрдіңіз бе? Соны тілекке қосқан ғой. Жыл бойы 7 дәм болсын, 7 үн болсын, 7 өң болсын. Бұл мына тылсым құдіреттің түйіні ғой. Сонда осы 3 тұғыр деп осы ұғымды айтып тұрсыз ба? Иә. Сіз мына материяны алсаңыз, осы 3-өөнен тұрады. Кез келген нәрсенің дыбысы болады, үні. Кез келген нәрсенің дәмі болады. Кез келген нәрсенің бояуы, өңі болады. Материалдық әлемде. Осы наурыздан шығып тұр. Осы мерекесінде тұр. Осыны біз ашуымыз керек та, мереке қылғанда кәдімгі. Жаңа 1988 жылы біз алғаш наурызды тойлаған кезде, мен сол кездегі ауылдағы көрініс менің көз алдымда әлі күнге дейін. Біреу де есімнен кеткен жоқ. Сол кезде біз жаңағы ауылда 3 көше бар болатын болса, сол 3 көше 3 үй тігіп, біздің жаңа ата-әжелеріміз жаңа сіз айтып отырғандай бояуларын да көрсетті, текеметтерін тоқып көрсетті. Сол жерде қазақта осындай дәстүр болған деп әлгіндегі қыз қууды да, бірақ сіз жаңа қарсы шығып отырған тұсаукесерді де жасады. Жоқ, енді ол этнография ғой, енді амал жоқ, көрсетті. Бірақ негізінен дұрыс. Негізінен барлығын біріктіреді наурыз. Бірақ наурыздың өзінің атрибуты өзіне жетеді. Бәрін тықпалап керек жоқ. Оны айтам алдым. Иә, оны қазір айтамыз, талдаймыз бұл тұрғыда. Яғни бұл 3 тұғырдың біз мәнін түсіндік. Енді біз бұл күнде 14 наурызды көрісу күні деп атап, мейрамды бастап жүрміз ғой. Енді жылдың басы нақтырақ айтқанда қай күннен басталады? Қай күннен басталған жалпы? Енді бізде мына наурызды тойлау. Амал келді, жыл келді деген бір сөз бар. Амал деп отырғаныз ол мына тоқты шоқ жұлдызындағы Хамал деген
қозғалмайтын жұлдыз, темірқазық сияқты. Ол жаңағы тоқты шоқ жұлдыздың маңдайында тұрады екен. Бұл қамал жұлдызы сонау шумерлерден аталады, қызық жері. Сонда қа, мал деген екі сөз тіркесі екен. Қа деген маңдайды білдіреді, мал деген кішкентай малды сол тоқтыны білдіріп тұр. Мал деген сөз әлі күнге дейін біздің сөзімізде малта деген сөздің түбірі. Бізден алды да орыстар малый, маленький, малая дегенді алып кетті. Көрдіңіз бе? Мал деген түбірі тұр ғой. Енді оның бәрі біздің сөз деп айтпай-ақ қояйын, бұл адамзаттық ежелгі сөз, бірақ ес білгелі біздің халқымыздың тілі бұл сөзі. Қамал. Сол қамал мына күнмен жерден қарағанда бір түзудің бойына келіп тоқтайды екен. Күн жалпы жыл бойына мына 12 шоқ жұлдыз айналып өтеді ғой, бәріне. Сәлем беріп дегендей. Иә? Сол мына наурызға келген кезде тоқты шоқ жұлдызындағы жаңағы қамал жұлдызымен беттескендей болады. Сол кезде күн жылынады. Яғни 90 күн қыс шықты, 13-не 14-не сол кірді деп есептеледі. 21-22-сін емес, біздің қазақтың бір қызық жері, сол жаңа жылды 21 күннің түннің теңелген күнін емес, 14-не бастайды. Себебі жаңағыдай астрологиялық мәні бар. Ал сонда күн мен түн... Яғни жылдың басы, көктемнің басы бәрі бір күн. 14-не келіп тұр. 14-не. Ол ескіше Юлиан календары бойынша ол 1 наурыз. Бірі. Мына Григориан кіргелі, ол 20 ғасырда 12-ні қосасыз да 13-ні аласыз, 21 ғасырда енді оған 13-ті қосасыз. Келесі ғасырда 14-ті қосады. Сонда ол алдыңғы жаңа календармен дұрысталып тұрады деген сөз. Яғни қазіргіше 14 наурыз, бұрынғыша 1 наурыз. Енді мен айтқым келіп отырғаны, Мәшһүр Жүсіп Көпеев атамыз, ол жазушы, ол фольклоршы, ол ғұлама кісі, өзі әулие. Сол кісі бірнеше жыл Бұқарада оқығанын жазады ғой. 20 томдығының 8-ші томында өзінің көргенін жазады. Сонда 1 мен 8-нің арасында Бұқарадағы тойды, ресми тойды айтады. Ол наурыз 1 дегеніңіз қазіргіше 14-ті. Көрдіңіз бе? Ол жерде 9-ын айтып тұрған жоқ. 1 наурыз 9 болса, ол қазіргіше 21 болған болар еді. Яғни 14-ті. Бұны парсылар Иранда да 14-нен бастайды. Көрдіңіз бе? Ал біз неге? Біз кеше Колвинға жағынып әйтеуір наурызды кіргізу үшін амал жоқ, айтып бүйтіп 21-22-сін күн теңеседі қойып содан ысырып жібердік қой. Аға, осы жерде мысалы біз сол анау 88-де наурызды тойлап бастағаннан бері, қазір біздің қазақ ауылы наурыз әр күн сайын бірнеше үй болып наурыз көже береді. Наурыздың 1-нен бастайды бұл ғұрыпта, иә? Бұл қазіргіше 14-нен бастайды. 14. Жоқ, олар бір наурыз келді деп бірден бастап кете береді көжені. Көжені бастап, мысалы, бір ауылда 60 үй бар болатын болса, бір күнде 2 адамнан бөліп алады, 30 күнді сөйтіп көже береді. Бұл қалыптасып қалған. Бұл қай жерде? Бұл біздің Алматы облысында солай біз ай бойында көже береміз. Бұл бір. Екінші, біз жақсы, біз оған наурыз келген бетте біз Құранымызды оқытып көжемізді бере береміз. Енді 14-нен бастап міне жыл басы келді деп мейрамымызды тойлай бастаймыз. Оны батыс көрсе бастайды. Біз көрсеміз, міне амал келді, амандасады, хал жағдай сұрасады. Енді қараңыз, әлгіндегі күн мен түннің теңелуі. Күн мен түн 14-нде теңеле ме, әлде 21-нде теңеле ме? 21-22-сіне теңеледі. 21-22-сіне теңеледі. Бұл жерде екі нәрсе, екі дүние бірігіп тұр. Жылдың жаңаруы бөлек болып тұр, күн мен түннің теңелуі бөлек болып тұр. Енді қараңыз, бұл жердегі сіздің ойыңыздың қайшылығы неде? Біз 14-ін осы 1-2 жыл болды ғой, біз соңғы жылдарда осы 2012-13-тен бастапына көрісу дегенді айтып мерекелей бастадық, бірақ әлі де ол мемлекеттік деңгейде біз былтырдан бері амал күні деп айттық па? Енді қараңыз, біз бәрібірде наурыз мерекесін сол 14-нен бастап тұрмыз ғой. Бастап тұрмыз ғой, бірақ әлі ол ресми емес қой, бейресми ғой. Ол бұлай ғой. Мына 26-шы жылы, 1926 жылы жаңағы Тұрар Рысқұловтың шешімін шегергеннен кейін Совет үкіметі ресми түрде жауып тастағаннан кейін ресми түрде наурыз тойланған жоқ. Бірақ қарапайым халық 14-нен бастап тойлай берді.
13-14-нен бастап тойлай берді. Қыс шықты, жаңа амал келді, жыл келді, бітті. Сөйтті де біреу наурыз деді, біреу амал деді, солай тойлай берді. Кеше жаңағы 88-ден кейін енді екі бөлініп қалды. Халық бөлек тойлап жүрген, ресми тарап бөлек болып қалды. Енді қоймағаннан кейін қазір батыс өңірі, басқа жерлер 14-нен кейін қазір соңғы 2-3 жылда амал жоқ, көрісу күні деп қайттан қайтарып жатырмыз. Ол соңғы жылдары ғана. Онда да ол көрісу күні емес болатын. Ол наурыздың жыл басы, мүшелдік жыл басы болатын. Мүшелдік жыл басы 1 қаңтар емес. 1 қаңтарда қоян жылы кетіп, ұлу жылы келмейді. Біз қоянның әлі қысын қыстап жатырмыз. Ұлу жылы 14-не кіреді. Соны ресми түрде мүшелдік жыл басы деп 14-ін демалыс қылу керек. 23-дегі демалыстың керегі жоқ. Ол бас жазатын күн шығар мүмкін. Керегі жоқ оны демалыс қылып. Жоқ, біз наурызды ұлттық мереке ретінде қарсы аламыз ғой. Аға, мына жерде мен бір нәрсені түсіне алмай отырмын. Қараңыз, біз 14-нен бастаймыз. Мейлі атауы амал бола ма, көрісу бола ма, бірақ әйтеуір міне біздің жыл басы келді деп қабылдаймыз. Сөйтіп амандық сұрасып көрісуді бастаймыз. Ал енді табиғи немен жаңағы күн мен түннің теңесуі ол 21-не келіп тұр. Бірақ сол күні халықтың нанымында бар, қызыр келеді, қыдыр ата келеді деп айтады, күн мен түн теңелген кезде жаңағы барлық теңдік орын алады. Тіпті патшаның өзі жаңағы құлға тағын беріп, не болмаса жаңағы қамауда отырған, тұтқында отырған жаңағы адамдарды босатып, сондай бір еркіндік сыйлау несі қалыптасқан, сондай бір салттары қалыптасқан, ғұрып па, қалай әдет па. Енді қараңыз, сол кезде мынау 21-ші күні күн мен түн деңелген кезде даланы қызыр аралайды дейді екен. Қыдыр дариды дейді екен. Ал енді осы қыдыр ата келген кезде жаңағы киелі қамшысын аспанға көтерген кезде жаңағы сағым дейді ғой, нұр шашылады дейді. Нұр шашылған кезде бүкіл жаңағы табиғат бусанып, тоңдар еріп. Енді бұлай ғой, бұл жалпы мына біз қай халық болса да өзінің мына құндылығын арттыра түсу үшін неше түрлі мифті қосады, неше түрлі әңгімені қосады, неше түрлі бейне образдарды қосады. Ол дұрыс. Қыдырдың наурызға қатысты екені де дұрыс. Қыдыр деген сөздің өзі де біріншіден құт әкелуші, құт гір, гер деген жұрнақ солай. Немесе қыдырып жүріп ырыс таратушы дегенде деп қабылдауға да болады. Бұл жерде ешқандай қайшылық жоқ. Бұл жерде ешқандай да қайшылық жоқ. Мен ешқандай қайшылық тауып отырған жоқпын да. 14 жылдың басы болатын болса, мүшелдік жыл алмасатын болса, күн мен түннің теңелуі ол астрологиялық нәрсе. Ал енді біз жаңағы мерекені, және содан философия шығады. 21 күні біз мемлекеттік деңгейде кәдімгідей мерекені атап өтеміз. 22 наурыз күні. Міне 22 наурыз бүгін наурыз деп. Бұл жерде қайшылық бар. Біз мемлекет ретінде наурыздың басты құндылығын сақтап келген халық ретінде 14-ін жыл басы деп жариялауымыз керек. 14-ін мүшелдік жыл басы деп жариялауымыз керек. Білдіңіз ба? 21-22-сі ол ұлы күн. Ұлы күн болатыны күн мен түннің теңелетін күні. Жақсы. Оның қазір келеміз. Ол қалай қарсы алдық? Ол өте керемет нәрсе. Жақсы, мен енді келейік осыған. Мен қазір мына кітапты ашып отырмын. Сіз жаңағы жазған тұжырымдамаңызда жаңаша наурызды тойлау деп өзіңіз тұжырымдамасын, яғни жұмыс жоспарын жазыпсыз. Бұл жерде осы өзіңіз зерттеп ұсынып отырған наурыз мейрамының тұжырымдамасының әр күнін жіктепсіз. Жіктеп 14 наурызға шуақ күні деп атап, әр 9 күнге атау беріпсіз. Енді мәнін тарқатып көрейік, аға. Гүлнұр, бір неге сәл шегін жасайықшы. Мен бір 7 жаңалық айтып жіберейінші. Жақсы. Өйткені бұл менің зерттеуімнің бәрінің басын ашатын осы нәрсе. Біріншіден, ешбір жерде, ешбір елде жылға қатысты паспорт жоқ, төлқұжат жоқ. Бізде бар. Ол Аңырақай, Алматы қаласынан 170 шақырым жердегі солтүстік батыстағы Аңырақайда Таңбалы деген қазіргі ресми түрде Таңбалы деп аталды. Сол жерде кәдімгі біздің міне көрсетіп қояйын, бұны көрсетіп те жүрмін. Міне осы жерде Тәңір мен Іңір тұр. Көрдіңіз ба? Екеуі құшағын ашып тұр. Құшағын ашып, көрісу осыдан басталған. Көрісу міне көрісіп тұр екеуі.
міне көрдіңіз бе, міне көрісіп тұр, мына арнайы ажыратып неттім, көрісіп тұр. Ал ортасында сиыр жылының 4 мезгіл тұр. Жаңағы мен айтқан көктем, жаңа туған бұзау, баспақ жайылып жүр жаз, семірген әбден кемеліне келген бұқа, өгіз тұр. Тәңірге қарап тұр. Тәңірдің басында күн басты, іңірдің басы ай басты. Айдың айнала жұлдыздар тұр. Көрдіңіз бе? Қалай дәл келтірген десеңізші. Бұған кемінде 5000-дай жыл бұрынғы жазу, петроглиф. Ал астында 12 мүшел билеп тойлап жүр. 12. Бұл нағыз Наурыз емес пе? Иә. Көрдіңіз бе? Анау семіз малды жаңа күзде мал жібереді. Құрбан етеді ғой. Міне Тәңірге қарап мен құрбаныммын деп тұр. Ол сол кездегі мифологиялық санаға тән нәрсе және дұрыс. Оған ешқандай қорқатын ештеңесі жоқ. Енді бір жаңалықты айтайын. Мына Ресейдің сайтынан орыс бас киімдер, орыс ер адамдарының бас киімі деген тізімнен Наурыз деп аталатын мынандай Наурыз бөрік табылды. Суретін өздері салып қойған орыстар, өйткені өз жерден тапқан ғой. Сонда мына басында қалпақ, қалпақтың етегі мынандай адамның ерні сияқты келеді да, мынау. Енді ол айды белгілеп тұр. Яғни қалпақ ол айдың кейпі, және мына етегінде түрлі түсті әдемі түймелер мен тастармен безендірген. Ол жұлдыз. Соның астында етегінде айнала бөріктің елтірісін жапсырған. Яғни қалпақ пен бөрік бірігіп тұр. Бұл не? Күн мен түн. Бұны Алтын Орданың ақсүйектері осылай киген кезінде. Мынау тек бас киімі ғана. Бұдан басқа қандай шапан болды, қандай шалбар болды бізде жоқ. Яғни бұл Наурыз бөрік. Иә, Наурыз бөрік мінекей. Енді Наурыз қалпақ таптымыз сол жерден. Дәл сондай мына мұртты, біздің ата-бабалар мұртты болып келген ғой, мұртты шиырып аспанға нетеді ғой, анау Ақтанбердінің термесіндегідей. Көрдіңіз бе? Міне дәл соның суреті тұр, суретін салған. Мынау қалпақ, айыр қалпақ деп жүргенін міне көрдіңіз бе? Және жан жағында мына біздің 4 құлақты оюды салған басқа қалпаққа. Ал қалпақтың төбесі міне 2 түске жолақталған, күн мен түннің жаңағы жолағы араласып тұрған. Білмеймін, енді мынадан артық тарих жоқ ешкімде. Мынадан артық дәлел дәйек не керек? Киімге дейін тұр, костюмге дейін тұр. Ал мына Кестел деген Британияның несі 1736 жылы Әбілқайыр хан кіші жүздің ордасына келгенде Әбілқайырдың 2 ер адамның бір-біріне көрісіп тұрғанын салған. Артында әйел тұр, тізерлеп, ол да сәлем етіп тұр. Бұның барлығы Наурыз. Енді бұл жаңа айттым 9 күн мерекелеу қайдан шықты десеңіз, ол мен ешқандай ойдан шығарған жоқпын. Мысалға мына жаңа жылда, күнтізбе жаңа жылда біздің орыс ағайындар 2 апта бойы ішіп жеп жатады. Мерекелегендері ғой енді өзінше. Қытайлар да солай, ақпанда ертең келеді олардың жаңа жылы, олар да 10 күн бойы мерекелейді. Ал біз жаңа Наурызды жетім қыздың тойындай қыламыз. Ал табиғи түрде ол 1-нен 8-не дейін болса, Мәшһүр Жүсіп атамыз айтқандай, онда 14 мен 21-22-сінің арасында 9 күн бойы неге дұрыстап мерекелемеске? Бірақ тек ішіп жеу емес. Ал не істеу керек дегенде сол 9 күнді жаңа өзің айтқандай шуақ күн дейтін себебіміз ол мүшелдік жылдың басы және 14-і көктемнің 1-ші күні шуақ. Сол кезде әсіресе оңтүстікте жаңағы бәйшешектер гүлдеп шығады. Көрдіңіз бе? Бұл күннің әр күннің өзінің түсі бар. Мына менде Наурыз фест деп аталған жоба ғой. Әр күннің өзінің бояуы бар. Неге Наурыз фест? Фестиваль түрінде атап өту. 9 күн бойы. Салтанатты. Иә, фестиваль. Сонда бұның бәйшешек, бұл күннің әр күннің өзінің эмблемасы бар. Бәйшешек, иә? Бұл бәйшешектің несі мұзды, қарды бұзып шығады, көктейді. Кереметтігі сонда. Міне, Наурыз. Иә, көктем қысты жарып шығады ғой көктем. Көрдіңіз бе, қандай символ, қандай нышан. Міне осыдан бастайтын болсақ, бұл күні не істеуге болады? Бүкіл гүлді көшеге шығаруға болады, жәрмеңкесін жасауға болады, гүл сатушыларға жағдай жасап, жеңілдік жасап, гүлді ағыл-тегіл жасасын мысалға. Солай емес пе? Осы күні көрісу тек қана онлайн көрісесің ба, офлайн көрісесің ба, неше түрін істеуге болады. Оның барлығын мен айта берсем өте көп нәрсе. Яғни бұл күні біз жаңағы жыл басын қарсы алуымыз керек. Амандасып қарсы аламыз. Көрісу деген бір-бірді құттықтау ғана. Келесі күн мысалға мен қазір жаңару деп өзгертіп едім, бұл алас күні, аластау, тазару қысқасы. Алас күні. Иә, тазару керек 15-не. Яғни
бәрі моншаға бару керек, көшені тазарту керек, қардан бәрін тазарту керек, қардан тазартпасаң суға кетеді жылда. Көрдіңіз ба? Яғни осыны желеу етіп, бұның бәрі ғұрып. Бізде бар ғой ол сенбілік деп айтамыз. Ол сенбілік, ол Ленин атаның туған күні, ол апрельде, ол сәуірде. Ал мына күні осы күнге арнау керек. Наурызда да бірақ жасаймыз ғой. Жоқ, жасап отқан, ондай болатын болса мен жазып не істеймін мен. Осының барлығын мен. Кім өзінше істейді ғой. Иә, істей берсін, сен соны жүйелеуіміз керек қой. Мемлекетпіз ғой, біз мемлекетті не үшін құрдық? Мемлекет біздің өмірімізді жүйелеу үшін керек. Бұның бәрін жүйелеп отқанымыз сол ғой. Ал бұл күні жаңағы адыраспанымен емес, адыраспан деген ең құрған жерге шөбетін шығатын улы шөп. Бұл кезде аршамен қазақ тазартқан, жұпар қош иістермен, көрдіңіз ба? Мысалға мына шіркеулерін сондай қош иіспен тазартып жүреді ғой. Біздің халық өз үйін тазартқан, көрдіңіз ба? Қандай биіктік, қандай талғам. Бұны яғни алас күні. Иә, тазару күні. Бұл күні ескі нәрсені тастау керек, жаңа бір көйлек аласың ба, сондай жаңару нәрсені жасау керек қой. Яғни осы әрбір адамнан бастап бүкіл мемлекеттік деңгейде болу керек қой. Мүмкін осы күні бір жаңа программа айту керек па, мемлекеттік мысалға, солай емес па, әлеуметтік. Сондай жасалу керек. Ал 16-сы жайнау күні. Бұл күні енді айналаның бәрі жайнау керек. Бүкіл сурет, тазарғаннан кейін бейнелеу, иә, өте логикамен келе жатыр, қисынмен. Жайнайсын. Мынадай жол терек деген ненің қалпына келтірдік, атрибутын. Бұл бар айтқанда йол. Йол деген йолка ғой. Йол деген біздің сөз. Жол деген көк пен жердің арасын біріктіруші құдіретті бәйтерек, былай айтқанда. Бұл 2009 жылы Мамин Астанада әкім болған кезде кіре бастаған. Сонда Ермек Аманшаев деген орынбасары болды. Ол кісі үлкен драматург, сол кісінің несі болды. Соның ықпалымен бәрін біз біраз атрибуттарды кіргізгенбіз. Мынадай киіз үйлердің қасында шаңырақ бақанға тігіледі, мынау баулары болады. Кәдімгі осы мына Наурыздың атрибуты болып кіре бастаған. Ал сіз көз алдыңызда елестетіңізші, Астанадағы үлкен бәйтеректі аласыз да соны безендіресіз. 16 күні, иә, қандай жайнап кетеді. Бұл қандай мағынаны береді? Бұл тілек пен жанның жолы. Мен бұған арналған өз алдына бөлек бір еңбегім бар. Мысалға, мына Қашаған жыраудың несі бар, дастаны бар. Сонда Қанбибі деген анамыз Адай деген баласын көктен түседі, жаны. Иса пайғамбар сияқты. Яғни жаңағы жол терек арқылы, бәйтерек арқылы жан келет туғанда, өлгенде кетеді. Таба жерінде табылған біздің ежелгі түркілік не бар, сонда Қозы Көрпеш Баян Сұлудың кәдімгі несі бар, алтыннан жасалған. Бұлай шоқ терек тұр, астында баян отыр, оның несінде, тізесінде қозы өлейін деп жатыр. Қасында тағы бір жігіт отыр. Сонда соның жаны ана терекпен кетеді деген ишара тұр бұл жерде. Яғни жақсылық, мынау тілек те соның бойымен кетеді. Яғни жол терек болатын болса, бізде Наурызда тілек тілемейміз ба? Сонымен тілек жоғары кету керек, жақсылық соның бойымен келу керек. Сондықтан, және қызық жері, бүкіл телевизордың барлық экрандарында сіз байқайсыз ба жол терек тұратын? Оны интуиция түрінде жасап жүрміз. Білікпен емес. Енді соны білуіміз керек қой. Яғни бұл күні жайнауымыз керек. Бүкіл көше безендірілу керек. Жаңа 7 түрлі түспен әшекейленеді. Автокөліктер, автобустар, зергерлер, ісмерлер, олардың жәрмеңкесі, қалалар. Ал бір күн бірі соның бәрі тазарған еді. Көрдіңіз ба? Бір күн бірін. Сіз бірінші бәрін амандасып, әуелі құттықтасамыз, содан кейін тазарамыз, содан кейін жайнаймыз, содан кейін шаттық болады. Яғни үн кетеді. Жаңағы мына өң ғой, жайнау, өң, бояу. Енді үн кетеді, 7 үн. Көрдіңіз ба? Яғни концерт, күлкі, комедия, барлық жерде сондай болу керек. Күй, жыр, дастан. Бүкіл дала, көшенің бәрі соған кету керек та, арналу керек. 17-сі күні. Иә. Ал 18-і күні береке күні, 7 дәм. Наурыз көжеден бастап қазақтың ғана емес, бүкіл қазақ еместердің барлығының тағамдары көшеге шықсын. Тіпті тағамдар шеруін жасайсың ба, тегін таратасың ба, сатасың ба. Міне осы бұл игілік, бұл жаңағы береке.
яғни дастархан тай қазан. мәдениетін Иә, дастархан мәдениеті кету керек. Көрдіңіз ба? Жақсы. Ал енді бұл қысқаша айтып отырмыз, әдемілеп тұрып. Енді тағзым күні келеді. Тағзым деген мына Наурызда бұрын жеті шелпек таратып, екінші дүниеге жаңағыдай өзінің шүкіршілігін айтып солай жасалған. Өлгендерге дұға қылған. Бұл күні де жаңағы сол тағзым күні. Тағзым етуіміз керек. Біз тек қана өзіміз отырған жоқпыз. Бізде қатарлас әлемдер бар. Төбемізде жаратушы бар. Соның бәріне тағзым етуіміз керек. Бұл күні қайырымдылық күні болу керек. Бұл мейірімділік болу керек. Көрдіңіз ба? Яғни сондай шаралардың бәрі болу керек. Бұл кезде байлар жаңағы шүлен тарату керек. Көрдіңіз ба? Сонда бұның барлығы өз қалпына келеді. Сонда біздің бүкіл таным құндылығымыз жүйесімен әр күнге, әр сағатқа тұра қалады. Тағзым күні. Бұл ақсақалдарды бел көтере жасау керек. Ақсақалдарды құрметтеу керек. Көрдіңіз ба? Енді келеді да 20-сы күні балалар күні болады. Өркен күні деп атадық та. Бұл төл күні. Төл деп жатыр ғой. Төрт түлігіміз төл деп жатыр. Балаларымыз перзентханаға барып, ұл туған келіншекке үлпершек. Үлпершек деген ұл тапты деген сөз бар. Үлпершек деген жүректің қабы. Соған дәмдеп, еттен неден дәмдесіп, ол неше түрін жасауға болады. Соны барып сыйлайсың мысалға. Сол күндегі перзентханадағыларға. Қыз бала келсе ше. Қыз бала келсе, оған міндетті түрде үкі, гүл, сондай сыйлайсыз. Иә, бұл күні ұлттық ойындарды да жаңғыртады екенсіз. Иә, балалардың бәрін ойынға, тіпті депозитті де аштырып тастапсыз. Депозиттерді, иә, дұрыс айтасыз. Ол күні депозит ашу керек. Яғни бүкіл назар балаға аударылу керек. Мемлекет тарапынан сол күні барлық балаларға, сол күнге туған балаларға мысалға 1000 теңге счетына аударылады десе. Керемет емес пе? Президент соны айтса. Иә? Міне, Наурыз деген сол. Мемлекеттік деңгей. Иә, мысалға. Иә, болмаса жаңағы халыққа қайтару деген қорымыз бар, сол сияқты. Оның құралдары көп қой. Ал енді 21-ші күн, 21-ші Наурыз үйлесім ұлы күн деп аталады. Ұлы істің ұлы күні, ұлыстың емес, ұлы іс. Мынау күн мен түннің теңелуі ол ұлы іс. Аспанда болып жатыр. Қазақ халқында ұлы деген сөз жерге қатысты айтылмаған. Жердегі ешбір адамға, Шыңғысханға да ұлысың деп айтпаған. Бір Аллаға айтылды ғой. Иә, көрдіңіз ба? Ұлы істің ұлы күні. Міне осы күн, яғни бұл күні бүкіл 7 күн бар алдындағы. 7 күндегі шаралардың бәрі бірігіп кетеді. Яғни бұл күні бәрін біріктіреміз. Бәрін біріктіреміз. Ойын, тойы бәрі. Күн мен түн теңеледі. Иә, күн мен түн теңеледі. Ал енді осы күні 22-сіне қараған түні ұйықтамаймыз. Ұйқашар жасайды. Ұйқашар жасайды. Селт еткізер беріледі. Сосын таңғы 7-де ханымыз бастап, президентіміз бастап таңды қарсы аламыз. 22-сі. Және бір қызық жері, бұл жай ғана емес, бұл бастаңғы деп аталған. Бастаңғы деп біздер советтік этнография ол қыз келіншектердің үлкендерден қашып пысып жасаған отырмағы деп кетті. Олай емес. Түнімен ұйықтамағанда қыз келіншектер дастарханын жаяды. Ол ұйқашар болады. Ұйқың ашыла, енді ұйықтамайсың ғой енді. Ал жігіттер селт еткізерін жаңағы сыйлықтарын дайындайды. Үлкен кісілерге ол кезде жаңағы бел көтерер жасайды. Бел көтерер деп үлкен кісілер жинап, оғанда дастархан жаяды. Түнімен ұйықтамаған, ұйықтауға болмайды. Себебі бақ дарымай қалады. Бақ келеді де саған өтіп кетеді дегендей. Таңғы 7-ні мына Квинти Руф деген Римнің тарихшысы жазады. Ежелгі скиптер, сақтар 365 баланы алып, қызыл мауыты, қызыл киімге киіндіріп, күймен қарсы алған. 9 күймен дейді. Енді Қытайдың жазбасында да ғұндардың дәл сондай жаңағы несі, қағаны қарсы алады екен. 9 күй тартады, содан кейін артынан 365 бала күйді жалғастырады. 365 дегеніңіз ол күн. Алдағы жаңа жылдың. Көрдіңіз ба? Осы өте жақсы. Енді қараңыз, сіз еңбегіңізде осы Қыдыр Ата сынды Наурыздың кейіптеріне, нышандарына, ғұрыптарына, рәсімдеріне, ұғымдарына, тіпті тарихи таңбаларына, Наурыз сөзінің тегіне жеке тоқталып өтіпсіз. Одан кейін ондағы сол жерде, Наурыз сөзіне тоқталған жерде роза сөзі Наурызға қалай қатысы бар? Руз деген сөз парсыларда ылғида күн деген ұғымды білдірген емес дейді. Дейді де, иә,
сол мына луч деген сөз бар ғой. Луч деген енді мына тек қана орыстың емес, индоарийлық сөз деп алады да, сол Шуховцев қой. Что такое Наурыз деген мақаласында жазады. Сол алады да, жаңағы руз деген сөзден луч деген сөз шыққанын дәлелдейді өзінше. Мен оған онша сене алмадым. Сене алмадым да өзімнің трактовкамды жасадым. Руз деген сөз егер ылғида күн дегенді білдірмейтін болса, ол былай болу керек. Ро немесе ра деген ежелгі күн деген ұғымды білдіреді. Күн тәңір деген ұғымды білдіреді. Бұрыннан бар ғой Египетте ра деген құдайға табынған деп. Күнге табынған ғой. Ал енді ро, мына роза деген ол орыстың сөзі. Жалпы ол роуз деп аталады. Роуз. Роуз. Иә. Онда ро күн болатын болса, уз деген күннің еріне ауызы деген сөз. Мына уз деген сөзді Олжас Сүлейменов ағамыз ауыз деген сөз екенін дәлелдеп тастады. Сонда бұл күннің еріне деген сөз. Роза, роуз. Ал енді мына осы Наурыз зерттеген тәжік азамат болды осында. Сол кісі айтады, бұл Наурыз кезінде әсіресе Раушан гүлі ерекше, мына қызыл Раушан гүлі ерекше бір өзінің орны бар дейді да. Соған қарағанда ол тегін емес, роуз болған сонда. Роуздан барып бұлар күнді алып кетіп тұр да. Сонда ол ана қып-қызыл Раушан гүлін күннің ерні деп ежелгі жыршылар ма сол бейнемен алып кеткен болуы мүмкін, миф ретінде. Ол бір версия. Роуз деген қайдан шыққандығы, розаның атының қайдан шыққандығы. Яғни ол да осы Наурызбен байланыста. Жақсы. Сонымен, мынау түркілік Наурыз дегенде нені ұғынатын болдық? Наурыздың жаңаша сипаты қандай болуға тиіс? 90 сөздің тобықтай түйіні. Наурыз дегенде біз біріншіден жылдың жаңаруын, жыл басы, мүшелдік жылдың бас екендігін білуіміз керек. Ол 14-не кіреді. Яғни 14-і мемлекеттік деңгейде ресми түрде шіркінай соны мүшелдік жыл басы деп атасақ, онда амал, көрісу деген барлығы өз орнына тұра қалады. Көрісу дегенде күн жоқ, амал дегенде мереке жоқ. Сол соның ғұрыптары, ұғымдары ғана. Біз 21-інде, 22-сіне бәрін бірақ тоғыстырдық қой әлгіндегі 7-8 күнді. Бірақ сол күнде 21-22-сінде соңғы бір шарықтап тойласақ болмай ма? Сол осы ресми 22-сіне ма? Негізінде 21-не, көбі 21-не тойлайды, біз 22-сіне дейін созамыз. 22-сіне таңғы 7-де біз күнді қарсы алсақ, содан кейін тағы түске дейін тойлауға болады. Сол 9 күн жетеді ғой. Өйткені қараңыз, ресми 14 күні тойлап қойсақ, одан кейінгі күндердің маңызы болмай қалады ғой. Жоқ, 22-сі ұлы күн бастаңғы ғой. Бастаңды қарсы алу. Бастаңды қарсы алу, дүние жүзін қарсы алдырамыз әлі керек болса. Бүкіл дүние жүзі бізбен таңды қарсы алатын болады. Егер Димашта келіп қойып, соның фанаттарын жинап алып жасасақ бар ғой. Бүкіл дүние жүзі бастаңды қарсы алады. Содан кейін Юлиан календары сияқты күнтізбе қайтып келуі мүмкін. Сіз мынау осы 9 күнге 99 мына өмірде тіршіліктің де бір мәні бар үлкенді кішілі ұғымдарды сыйдыруға тырысыпсыз, яғни бір қиялдағы бір әдемі туынды болыпты байқағаным. Енді мына оқып отырып бір қиялмен әдемі бір образ шыққан екен. Шығармашылық бір сюжет бар. Енді қараңыз, байқауымша бұл жерде сол 14-нен ақ басталып, сол күннен бастап жаңағы сіз айтқан мынау тұжырымдамада берілген әрбір атау солай қабылданса, мысалы, шуақ күні, алас күні, жайнау күні, шаттық күні, береке күні, тағзым күні, өркен күні, ұлы күн. Және осы ұлы күні, міне 22 наурызды біз жаңа ресми қазір тойлап жүрміз ғой. Дәл сол күні барлығының басын біріктіріп тойлай берсек. Болады? Өте жақсы. Қазақ тойдан қаша ма? Әрине, қашпаймыз ғой. Өте жақсы аға. Жалпы бұл жердегі мен бұл сіздің тұжырымдамаңыздан түсінгенім, ұлттық құндылықтарды жаңғыртып,
жаңағы әр күнге бір есте қалатындай қылып атап өту, салт дәстүрді қалыптастыру, бұл өте жақсы. Яғни біздің мәдениетіміз қалыптасады, ол жаңарады. Бұл мәдениет болған ғой, соны қайтадан жаңғырту ғой тек. Бар ғой, бірақ сол әрі ұлттық мазмұн күшейеді ғой. Бұл жерде көрдіңіз бе, біз дәстүрлерімізді, бұлай қылмасақ, Гүлнар, қалыптастырамыз. Бұлай қылмасақ, біз ішіп жеуге айналдырып жібереміз. 9 күн бойы ішіп жейміз. Олай болмайды. Әрине. Әр күннің өзінің мәні, мақсаты, мазмұны, бояуы, дәмі болу керек. Яғни бір жағынан мәдениет, әдеп қалыптасады, тәртіп қалыптасады. 9 деген сан, Тәңірдің саны, жаратушының саны. Білесіз бе? Иә, білемін. Дәл келіп тұр соның бәрі. Бәрі дәл келіп тұр екен. Өте жақсы аға, еңбегіңіз табысты болсын. Енді жаңа бастамаңыз бір жаңа күшке ие болсын деймін. Біздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін бір рухани құндылық болсын. Рахмет әңгімеңізге. Енді біздің тыңдаушыларымызға бір ауыз тілегіңізді айтсаңыз, бағдарламамызды аяқтаймыз. Иә, құрметті ағайындар, құрметті халқымыз, мынау аман есен сол ұлу жылына жетейік, қоянның қысын аман есен қыстап, осы біз айтқан, біздің әңгімелеген осы көріністі шынайы сол өмірге енетіндей сол жаратушыдан тілейік. Ұлттық құндылықтарды өз мазмұнында дәріптейік. Наурыз өзінің шынайы қалпына келіп, осындай келбетімен бізді қуантсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Еңбегіңізге мол табыс тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, біздің бағдарламамыздың қонағы болған белгілі этнолог, мәдениет танушы Серік Ерғали. Бағдарламаны жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, ал дыбыс операторымыз Назым Еркінқызы, бейне оператор Бекзат Бегайдар. Аман болыңыздар.